жеке ішесіздер. Давай, тыныштанайық. Бүгін күн жексенбі, соңғы қарамай кеше 100 адам қол көтерді, соның ішінде 50-30 бақ, 50 адам ғана келді. Бұл деген сөз, адам өзін өзі құрметтейді, адамдарға деп ойлаймын. Сөзіне жауап береді. Сөзіне жауап береді. Қалған көтергендер, келем дегендер, ол өзін өзі құрметтемейді. Өзін өмірде ол адамдар көрсетіп отыр. Қарапайым ғана нәрсе де, ешқандай қиыншылық аспаннан айдап бер деп жатқан жоқ. Таңертең тұрып келу, тегін сіздерге залда тегін жетекшісіне қызмет көрсетіп, сіздерге жұмыс істейді деп жатқан кезде, біреулер кеше келем деді де, келе алған жоқ. Енді ондай адамдар өмірде ешқашан өмірде бір жақсы нәрсе жасап, жетістікке жете алмайды ешқандай. Не денсаулығынан, не байлығынан, не мінезін түзетуден. Өйткені айтты, айтқан істей алмайды. Бір керемет қиын нәрсе емес пе? Сендер бәрілерің жарайсыңдар, айттыңдар, келдіңдер. Давайте бүгін жұмыс істейік. Бүгін былай болсын, кішкене өте қатаң тәртіп. Осына келдіңдер, осы тәртіпке бүгін мен қазір айтамын, осы тәртіпке келіскендер қалсын. Егер жоқ келіспеймін, бұндай қатаң тәртіп маған қажет емес. Мен ерікті жүрген адаммын, өзім қалай істейсем, солай істеймін дегендер, онда тұрып қайта бересіңдер. Жас келістік па? Қазір тәртіп былай болатын болады. 5-5-тен бөлінеміз. 5-5-тен. Тез қазір мен айтып болғаннан кейін 5-5-тен бөлінеміз. Ресми өкілдер де 5-5-тен бөліңдер. Егер адам аз болатын болса 3-тен. Ошын топқа бөлініп, топпен жұмыс істеу. Сонан кейін сол 5 адам ішінен бір басшы таңдап алу керек. Топтың атын сол басшының атымен атаймыз. Мысалы, Мұраттың тобы, Секеннің тобы, Гүлмираның тобы, Әсемнің тобы деген сияқты. Сонан кейін ары қарай сағат-сағатымен қазір келісіп алайық, жұмыс істейміз. Сіздерге қызмет істейтін болады. Қазір эксперт топ біздің Ыбырайдың тобы келеді. Сонан кейін бағландар, Батима апай деген апайларың қазір Гуанчжоуда бауырлары бар, Қытайда керемет таныстар керемет. Осы жерде дайын товар бар. Арман 7 жылдан астам осы саудамен айналысады. Оның да онлайн склады бар. Әрқайсының товарлар бөлек. Бұл жерде еске сізге алатын немене Қадыр деген жігітті мен 19 ағымда таныстырдым. Қытайдан келген ағасы. Ештеңе білмейді, оқу-оқиын десе айтыпты. Көріп жатыр, оқып 60-70 мың теңгеге тұру керек. Семьясын олай асырай алмайды. Шетелден келген ешкімі жоқ. Не істейді? Базарға барып ташкентерген. Кеше өз тарихын айтып берді. 2 ай ташкентерген, содан жинаған бір 100 мың теңгеге товар тауып алғанда талдықорғанға апарып сатқан. Соны сатып, кейін конкуренттер көбейе бастады дейді. Біздің жергілікті халық кішкене немене болған енді. Фантазия жетпейді, тура қандай жақсы бір әйелдің көйлектерін сата бастаған, осы жақтан апарып азған ақша қосып. Қасынан конкуренттер ашыла бастаған. Басқа жерге барып ашқан, кішкене бір дүкен ашқан. Онда да қасына адам келіп алған дейді. Бүгін біреулер қыздар келіп айтты, сіздің көйлегіңіз жақсы, сіз неге инстаграмға салмайсыз? Инстаграмнан көріп ала беретін едік деп. Ол не деп айтады дейді. Өмір интернет деген ұқпайды, орысша білмейді. Ана қыздар келіп ашып берді, инстаграм деген мынау деп. Фотоға түсіп сала берген 300 миллион теңгеге сатқан. Базардан алып, осы мына жерде сатып 300 миллион теңгеге бұл Қазақстанға. Енді сендерде намыс болуға тиіс. Қытайдан келген, ташкентерген, нөл білімі жоқ, не орысша білмейді, не интернет білмейтін адам сатып жатса, бәрін істей аласыңдар. Просто осы уақытқа дейін жалғыз адам істеген кезде жұмысы бар, басқа проблемасы бар, адам ете алмай қалады кейде, өзі жинала алмай қалады. Сондықтан ол сен кімсің, мысалы, енді одан төмен деңгей болмайды да, мүлде орысша білмеу, компьютерді білмеу, ешқандай оқымаған адам жасаса, сендер әрқайсыларын жасауға тиіссіңдер. Сондықтан қазір уақытты бөліп аламыз. Давайте сағат 8-ден 9-ға дейін қазір бірге етейік. Ең біріншісі қазір топ-топқа бөлініп алғаннан кейін, мүмкін 9-ға дейін, мүмкін 10-ға дейін қазір уақытты сізбен бірге ақылдасамыз. Ең біріншісі сіздер ниша таңдайсыздар. Ниша таңдаудың былай болсын. Бүгін қызмет түрі деп басымыздан шығарып қатырмай қояйық. Солай ғой, да? Қызмет түрін де таңдауды мен үйретемін, артынан мүмкін бөлек жасаймыз қызмет түрімен, өндірістермен бөлек жасаймыз. Бүгін таза сауда, таза коммерция, быстрый деньги дейді, тез ақшаны қалай жасау керек. Біріншісі өздерің онлайнда таза немеден Google, Instagram, қазір салықтарды айтып қайталып керек жоқ шығар, да? Google бар, Instagram бар, AliExpress бар, Алматау бар, Alibaba бар. Сол жерден прям контейнерде отырып аласыңдар да, қарайсыңдар да, товардың тізімін жасасыңдар. Маржасы, неменесі, бағасы, егер де былай болу керек, бағасы да, егер 5000-нан жоғары болған дұрыс, 5000-нан жоғары, 5000-нан төмен болатын болса, онда оптом сатылатын товар болуға тиіс. 5000-нан төмен болса оптом. Товардың бағасы просто.
Осы жерде отырып алып, эксперт болып сіздерге қызмет етеді, кез келген товардың бағасын тауып беруге тырысады. Бірінші неменесі, интернет. Егер біреулер білмей жатса, бестікке бөліп алғаннан кейін бөлек-бөлек істейсіздер, карван көмектеседі. Міне ВК-да топқа кіресіздер, Инстаграмға хит товары, продаваемый товар, самый ходовой товарды бересіздер. Екіншісі, оның складтардан, офлайн складтардан дайын товар. Міне, біріншісі Арман, екіншісі Ыбырай. Қазір сіздерге презентацияда көрсетеді. Үшіншісі кімдер? Бағландар. Осы штоктан дайын товарлар тұр. Прям қазір алып сатып алуға болады. Бірінші, осылай бәрін уақытқа дейін товар таңдаймыз. Екіншісі товар таңдадық. Біріншісі мынаны көрсет. Біріншісі товар таңдау. Қысқайды, таңдау. Товар таңдамаған екінші. Маған қалай айтып едім, бір жақсы бір немен бітпеді ғой. Товар таңдау. Екіншісі чек-лист жасау. Чек-лист жасайсыздар, бірігіп бәрілерін мұнда жетекшілер жүреді, тексереді. Чек-листті реально жасадыңдар ма, жасаған жоқсыңдар. Топта, топпен бірге бір товар таңдасыңдар болады, просто бірге. А так, мысалы, кемінде 5 товар болып отырсыз, әрқайсысында топқа шығаратын кемінде 5 чек-листке 20 товар таңдайсыңдар. Тура немене сияқты, 20 әрқайсы бөлек-бөлек 20 товар таңдап аласыңдар, соның чек-листтен 10 шығарасыңдар, соң кейін жаңағы бірігіп, соның ішінен 5-еу қалдырасыңдар. Соң кейін чек-лист, үшіншісі тақырыпша жазу, сурет таңдау, жазу. Төртіншісі уже топқа шығара бастау. Топқа плюс ақылы Instagram, то есть OLX, плюс ақылы топтарға. Ақылы топтарға шығарасыңдар. Оның тізімінде береді қазір. Бағлан береді, біздің қуат деген есемемшік бар, 2 миллион подписчик бар сол топтарға. Егер де кімде қаражат жоқ болса, мен қазір кімге Арманға ақша тастап кетемін, ақша топқа шығарғанға, реклама бергенге. Соған немен жазасыздар, расписка. Маған бір аптаға беріңіз 5.000 теңге, 10.000 теңге, 3.000 теңге деген сияқты да. Расписка жазып аласыңдар, сол расписканы түсіріп аламыз. Егер қазір ақша жоқ болса, киви кошелек үшеді бар шығар да, киви немене да, мына жерде. Бар. Міне, бұл жерде киви терминал бар, саласыңдар. Болды. Содан кейін кешкі сағат 8-де қайсы топ қанша ақша тапты? Бірінші критерий қанша ақша тапты, екінші критерий қанша тапсырыс алды. Хотя бы товарды тауып тапсырыс алса, келесі аптада соның нәтижесін шығарамыз. Ресми өкілдер бүкіл Қазақстанда жасап отыр, солардың арасындағы бөліп шығарамыз. Енді мынандай нәрсе. Түскі тамақты қазір тез арада кейтеринг деген әкеп береді. Түскі тамаққа бір белгілі бір шартты орындағаннан кейін адамдарға ғана беріледі. Орындамаған топқа, орындамаса түскі тамақ берілмейді. Берілген ақшаларға сатып аласыздар. 700 теңге, 800 теңге шығар түскі тамақ. Ең арзан. Бүгін шыдайсыздар ғой, компот, бір котлет па, или манты ма, бірдеңке да, жүрек жалғап алғанда. Қайсы топ берген тапсырманы орындамады, соны оған түскі тамақ берілмейді. Сонымен товар таңдап алғанға қанша сағат салтанат товар, қанша сағат некейік? 2 сағат берейік ме? 2 сағат берейік, 2 сағат берейік. 2 сағат таңдасын. Жоқ, бұл немене, осы шектелу, ары қарай, мысалы, таңдай алғандар, мысалы, таңдап алғандар ары қарай кете береді. Бірінші этап товар таңдап алу. Мына кімдер 10 рет айтып едім осылар, да, сөз қойды. 10:00-ден товар таңдап алғаннан кейін, екіншісі чек-лист жасау. Чек-лист жасау қанша уақыт керек? 1 сағат жетеді, да? Окей. Соны тақырыпша жазуға тағы да 1 сағат керек. Солай ма? 12-де. Енді 12-де, онан кейін барып, сағат 1-ге дейін, түске дейін неменеге салу керек. Уже ақылы немене топтарға салу керек. Кімде, хотя 5.000 теңге ақша кімде жоқ? Мүлде ақша, бірдейін ақша жоқ. Ұялмаңдар, кімге ақша жоқ? Мен қазір кімге ақша тастап кетейін. Ресми өкілдер, нетіңдер? Ресми өкілдер қарызға ақша беріңдер дейін тұрса. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мә, Бағлан. Қарызға бересің 1 аптаға, жарай ма? 1 аптада қайтарып беремін деп аласыңдар.
расписка жазып. Ешқандай залог ештеңе керек жоқ. Енді ар-ұяттарыңа сен лақтырып кетсеңдер, өмір бойы мен осылай лақтырдым, мен арамын деп жүрсіңдер. Келістік пе? Енді оны кейін кім тексереді, Арман бәрі тексереді. Бүкіл топта топ неменеге текіндегі жасамағандар, жарнама ешқай жерге тақырып жазып болып реклама бермегендерге немене берілмейді, түскас берілмейді, келсе де. Түскас былай болады. Мысалы, 3 адам, 5 адам отыр ғой. 4-еуі жасады, 1-еуі әлі жасалған жоқ, оған берілмейді тамақ. То есть ақшасына берілді, и то берілмейді. Егер сағат 13:00-де түскас келеді, өз бағасына, мысалы 700 теңге болса, әр сағат сайын 300 000 теңге қосылып отырады. Мысалы, топта бір адам қалып қалды, бір топтар 14:00-де тамақ ішеміз десе, анау 700 теңге болмайды, уже 1700 теңге болады. Сағат 3-те болатын болса, 2700 теңге болады. 4-те болатын болса, 3700 теңге болады. Егер де кім жоқ, маған мынау жарамайды, мен шығып кетемін десе, оны шығарып жібереміз, тобымен қайтарып жібереміз, немене болмайды. Қайтадан кіргізілмейді. Келістік пе? Келістік түспеймін аға? Ертерек бітсе атқарда айтайын. Өз тамағына өзін тауып. Сағат 13:00-ге қазір кім біреу қазір бағлан тамақпен нетчеңдер, көреміз. Мен біреуге тапсырам, біздің жетекшілер тамақ алуын ұйымдастырады. Келістік пе? Одан кейін, міне онлайн 3 сылап дайын болады. Одан кейін аралап жүріп, одан кейін көрсетеді. Интернеттен тауар қалай таңдау керек, кімдердің тәжірибесі жеткілікті, әсіресе Арманның тәжірибесі өте жеткілікті. Арасында салтанатта келеді. Енді ресми өкілдер, мен оларға тапсырма бердім, өздері жасау керек, жетекшілер өздері жасау керек. В принципе, біздің жетекшілердің әрқайсының бизнесі бар. Бәрінің. Арманның 4 бизнесі бар, Бағланда 2 бизнесі бар, Мейірбектің де бизнесі бар, Мадилар видео түсіреді, бәрінің өздерінің бизнестері бар. Қазір обороттары, мысалы, салтанатты 2-3 бизнесі бар, 3-4 миллион оборотқа кірді. Бірақ мен оларға мынандай тапсырма қойдым. Бізге келетін студенттердің 70-80% ештеңе істемеген, товар таңдамаған. Көп солай болады, шындық солай ғой. 70-80% енді алдымен стартап еткен кезде сауда жасап, тез ақшаны айналдырып алуға келеді. Оларға сендер үйретуге тиіссіңдер, өздері таңдап алыңдар, бірақ сендер кез келген адамға үйретіп берсін, сондықтан олар өздері отырып, өздері товар таңдайды, жетекшілер. Өздері тура не істеп жатсыздар, олар офиста жоқ, бәрі сонымен айналысады. Ресми өкілдерде, олар бұл жерден мастер спорта болуға тиіс. Бір 2 сағаттың ішінде, любой, бір айдың ішінде, кемінде 500 000 теңге пайда келетін товарды таңдап алуға тиіс. Салтанат, сен жетекшілерді ұйымдастырып басқар. Мен қатынас бүгін істейін деп едім, мен нағашымның жылы болып жатыр да, бүкіл жан-жақтан адамдар келіп жатыр, сондықтан мен нете алмаймын. Неге ішесің? Болды, керек жоқ болды. Басқа жақтан келе жатқан бір адам бар, отырдан ба, жамбылдан бір кісі келе жатыр, соны кіргізіңдер. Все, атырдан келе жатыр. Бауыр, болды. Сағат 8:00-де деген қажет емес. Болды, жақсы, давай, жұмыс басталады. Қазір былай болсын. 5-5-пен принципиалды емес, отырған бойынша бөлісе алмайсыз. 5-5-пен дұрыс па, ең дұрыс 3-тен дұрыс па? 3-тен дұрыс па, 5-тен дұрыс па? 3-тен дұрыс шығар, да? 3-тен дұрыс, тақ болғаны жақсы. 3-тен болған дұрыс па, да? Би 4-те болса, дау 2 болады, би 2 болса, дау 4-те болады. 3 болған кезде сағайнасыздар, давай мынаны бит-бит-бит, міне шу, мына шу, әне шу, міне шу отырсыңдар, 3-те бөлініп алыңдар тез. Содан кейін аларына басшы сайлап алыңдар. Содан кейін басшының атын тез жерде шаташ береміз, общий керек жоқ. Не общий керек жоқ. Общий керек жоқ, да? Басшылар шықсында, мұнда атын жазып аламыз. Болды.